Ал бүгінгі тақырыбымыз бізде біліктік қаңқаға арналады. Соның ішінде омыртқа бағанасы, қабырғалар және төс сүйегі. Жалпы алдында лекцияда да айтқан болатынбыз. Жалпы біз скелетті екіге бөлеміз. Біліктік қаңқа, скелетон аксиале, және қосымша қаңқа, скелетон аппендикуляре деп. Соның ішінде бізде жалпы адамда 200-ден астам сүйек бар дейді. Нақтылап 206 сүйек деп жатады ересек адамда. Соның ішінде бізде негізгі біліктік қаңқаға 80 сүйек кіреді. Біліктік қаңқамызға қай сүйектер кіреді? Ол әрине бізде бас сүйегі, тиісінше бас сүйегінің өзі бізде ми сауыты сүйектері және бет сүйектері болып екіге бөлінеді. Сонымен қатар бізде ол омыртқа бағанасы, колумна вертебралисіміз кіретін болады. Және сонымен қатар бізде кеуде торын құраушы қабырғаларымыз 12 жұп және төс сүйегі кіреді. Осы бізде біліктік қаңқа болып саналады. Түсінікті ма? Енді тікелей бүгінгі тақырыпқа келетін болсақ, ол омыртқа бағанасы. Омыртқа бағанасы жалпы 33-34 омыртқа бар. 33-34 омыртқа бар. Көрініп тұр ма қазір видеоға? Көрініп тұр ғой. 33-34 омыртқа бар. Соның ішінде санасақ, ол бірінші 7 омыртқамыз бізде мойын омыртқалар, вертебра, сервикалистер деп аталынады. 12 омыртқамыз бізде кеуде омыртқалары, вертебра, торацика. Көпше түрде айтып жатырмын. Дифтонгы қосылады міндетті түрде. Одан соң 5 омыртқамыз ол бізде бел омыртқалары, вертебра лумбалес, және де 5 омыртқамыз бұл бізде 8 көз омыртқасы. Бірақ ересек адамда ол бірігеді да, бір 8 көз сүйегін құрауға қатысатын болады. Бір 8 көз сүйегін құрауға қатысатын болады. Одан кейін ол әрине құйымшақ. Ол 3-4 құйымшақ омыртқаларынан құралған. Енді қарасаңыздар, жалпы омыртқа бағанамыздың өзінде бірнеше иірімдерді, алға және артқа кеткен иірімдерді көруге болады. Түсінікті ма? Соның ішінде бізде ол мойын лордозы. Лордоз дегеніміз не? Ішке қарай кіріп орналасу, және кеуде кифозы, сыртқа қарай орналасу, немесе дөңкиіп орналасу, және де бел лордозы және 8 көз кифозы деп аталынады. Тиісінше лордоз, кифоздан құралады. Және осы кезде білесіздер, қатты бүкірлік деген ауру бар. Әсіресе біздің аталарымызда, әжелерімізде көп, әсіресе әжелерімізде, яғни кеуденің кифозының қатты жоғарылап кету. Сонымен қатар сколиоз білесіздер, мектеп бағдарламасынан партада дұрыс отыр, омыртқан қисық болып қалады дейді. Фронтальды жағынан қараған кезде омыртқа бір жақ қарай. Оң жақтағы адамдарға ол оң жақты сколиоз дейді, сол жақтағыларға сол жақты сколиоз дейді. Негізі ол қатты патология емес, бірақтан да белгілі бір жаңағы дискомфорттарға алып келуі мүмкін. Тікелей енді біз жалпы омыртқа бағанасы туралы айтатын болсақ, негізгі жаңағы айтқан 24 омыртқамыз бар ғой, 24 омыртқамызды біз тұрақты омыртқалар, немесе шынайы омыртқалар деп атайтын болған, ал оссакрум мен оскоксигеусты құрайтын омыртқаларды өтірік омыртқалар деп атаған бұрынғы замандарда. Тиісінше олар бізде жеке-жеке омыртқа аралық дисктерден бөлінбейді. Жаңағы біз айтып өткен 24 омыртқамыз, олар бір-бірімен омыртқа аралық дисктер арқылы бөлінген. Көріп тұрсыздар ма? Дискус интервертебралистер арқылы. Тиісінше олардың жарықтың пайда болуы, ол грижасы деп аталынады. Міне мына жақта макетте өте жақсы көрсетілген. Бұл жақта бізде омыртқа аралық грижа, ол шығу нәтижесінде омыртқалық диск басылады да, басылып мына жақтағы тұрған омыртқа аралық тесіктерден шығып тұрған жұлын нервтері не алады? Жаншиды. Содан ауырсыну сезімі пайда болады. Түсінікті ма? Енді бізде омыртқа бағанасы толықтай омыртқалық тесіктері бір-бірімен бірігу арқылы бізде каналис вертебралисті құрайды. Каналис вертебралисті. Яғни омыртқа өзегін құрайды. Омыртқа өзегінің маңыздылығы неде? Жаңа біз басында айтып еттік қой, сүйектердің негізгі функциясы ол қорғаныштық функция. Ол бізде жұлынды қорғап тұратын өзек, ол бізде омыртқалық өзек болып саналады. Каналис вертебралис. Себебі оның ішінде бізде жұлын орналасқан, сары түсте берілген жұлын. Түсінікті ма? Енді
Біз мойын омыртқаларынан бастайық. Мойын омыртқасы бізде вертебра cervicalis деп аталынады. Жалпы 7 мойын омыртқасы бар. Ең бірінші бізде типикалық және атипикалық деп бөлетін боламыз омыртқаларды. Типикалық дегенімізде бір-біріне ұқсайтын омыртқалар. Негізі типикалық бір омыртқадан бастайықшы. Типикалық бір мойын омыртқасынан бастайық. Ол тиісінше өз кезегінде денесінен тұрады. Одан соң сүйекті алған кезде, айтқан кезде міндетті түрде анатомиялық позицияға байланысты айтасыз. Сізде қалай тұр бұл омыртқа, солай ұстайсыз, былай емес, немесе былай емес. Яғни дәл осындай. Әрқашанда қарасаңыздар, қылқан тәрізді өсіндісі төмен қараған болады. Түсінікті ме? Және омыртқаларда, мойын омыртқалардың бір ерекшелігі оларда онкустардың болуы, ілмек дейді. Сол жоғары қарап тұрады. Түсінікті ме? Енді типикалық бір мойын омыртқасын айтайық, неден құрастырылады ол? Ол ең бірінші омыртқа денесінен құрастырылады. Мен ұстап тұрмын. Бұл бізде корпус вертебра деп аталынады. Және тиісінше оған келіп жалғанатын бізде омыртқалық доғалардан тұрады. Аркус вертебра. Түсінікті ме? Аркус вертебра. Осы бізде аркус вертебра екі жағынан және де алдыңғы жағынан корпус вертебраның артқы жағы толықтай бізде бір тесікті құрайды. Бұл тесікке біз форамен вертебра деп атайтын боламыз. Форамен вертебра. Омыртқа тесігі. Осы омыртқалық тесіктер бір-бірімен байланысу арқылы бізде омыртқалық өзекті каналис вертебралисті құрайды. Сонымен қатар мына жақта бізде мынау доғаларының омыртқа денесіне байланысатын жерінде аяқтары бар, аяқшалары. Оларға тиісінше пединкулус аркивертебралис деп аталынады, немесе аркус пединкули, дұрысы аркус пединкули вертебралис, яғни омыртқа доғасының аяқшалары. Олар бір-бірімен байланысу арқылы жоғары жақтан тиісінше омыртқалық табақшаны құрайды. Ламина омыртқалық доғаның таяқшасы. Доғаның омыртқалық таяқшасы тиісінше ламина аркус вертебра деп аталынатын болады. Сонымен қатар типикалық омыртқада 7 өсінді бар. Оның ішінде біреуі тақ өсінді. Тақ өсінді ол бізде қылқан тәрізді өсінді. Мен ұстап тұрмын. Процессус спинозус деп аталынады. Және де мойын омыртқасында қылқан тәрізді өсіндің ерекшелігі ол мынау екіге айырылуы. Анау бір ертегін естіген шығарсыңдар, қарлығаштың құйрығы неге айыр деген сияқты. Тура сондай сол қарлығаштың құйрығына ұқсайды, қылқан тәрізді өсіндісі. Сонымен қатар мына жақта бізде енді жұп өсінділері бар. Жұп өсінділерге ол бізде ең бірінші, міне екі жағындағы өсіп тұрған, мен ұстап тұрмын. Бұл бізде көлденең өсінділер. Процессус трансверсус деп аталынады. Түсінікті ме? Тағы 3 өсінді кетті. Енді жоғарғы жақтан қарасаңыздар, жоғарғы жақтан мынандай бір мүйше сияқты өсіп тұрған өсіндіні көресіздер. Мен ұстап тұрмын. Бұл бізде процессус артикулярис superior, жоғарғы буындық өсінді деп аталынады. Және оның астыңғы жағында мен тағы да ұстап тұрмын. Процессус артикулярис inferior, төменгі буындық өсінді бар. Түсінікті ме? Бұл буындық өсінділер не үшін қажет? Себебі екінші бір омыртқаның келесі бір омыртқаға кеп байланысу үшін. Көрдіңіздер ме? Бұлар біз бір-бірімен байланысқан кезде буындық өсінділер арқылы тиісінше буындық беттер бір-біріне тіреледі және сүйектік байланыстар құралады. Осы аралықта екеуінің арасынан қарайтын болсаңыздар, мына бір жерде бізде кішігірім бір тіліктерді көруге болады. Көрдіңіздер ме? Міне, тіліктер бұл инцизура вертебралис superior, жоғарғы омыртқалық тілік, ал төменгі жағында бізде инцизура вертебралис superior жоғарғы омыртқалық тілік және инцизура вертебралис inferior бұл бізде төменгі омыртқалық тілік болып саналады. Бұл тіліктер не үшін қажет? Себебі екінші бір мойын омыртқасымен бірлескен кезде осы бір тіліктердің арасында бізде бір тесік қалыптасады. Бұл тесік бізде форамен интервертебралис, омыртқа аралық тесік деп аталынады. Бұл омыртқа аралық тесіктердің маңыздылығы неде? Себебі сол жақтан бізде жұлын нервтері шығатын болады. Түсінікті ме? Омыртқа аралық тесіктерден. Сонымен қатар типикалық омыртқада тағы нені айтуға болады? Негізгілері осы корпусынан бастап және ерекшеліктері. Мойын омыртқасының, типикалық мойын омыртқасының басқа омыртқаларға қарағанда ерекшелігі неде? Ол көлденең өсіндісінде тесігінің болуы.
foramina процессус трансверсалис деп аталынады. Яғни көлденең өсіндінің тесігі. Foramina processus transversalis деп аталынады. Бұл не үшін қажет? Себебі жетінші мойын омыртқасынан бастап бұл тесік бар. Себебі жетінші мойын омыртқасынан бастап бұл омыртқа аралық тесіктерден бізде вена өтеді. Ал алтыншы мойын омыртқасынан бастап артерия өтеді. Қандай артерия, қандай вена? Омыртқалық вена және омыртқалық артерия. Вена вертебралис артерия вертебралис баратта жоғары қарай көтеріліп, қазір мен сіздерге айтам, атланттың өз аттас жүлгесінен өтеді да, мынау жақтағы орналасқан біздегі шүйденің үлкен тесігі арқылы бас сүйек қуысының ішіне кіреді және мидың артқы бөлігін қанмен қамтамасыз ететін, 1/3 қанмен қамтамасыз ететін негізгі артерия болып саналады. Бұғана асты артериясының тармағы кейін екінші курста сіздермен бірге өтетін боламыз. Және сонымен қатар тағы қарасаңыздар, осы көлденең өсіндісінде бізде не бар? Алдыңғы жағында алдыңғы төмпек, туберкулум антериус, және артқы жағында артқы төмпек, туберкулум постериус орналасқан. Тиісінше бұның арасында бізде нерв түбіршіктері шығып тұрады дедік қой. Бұның әсіресе 6-шы мойын омыртқасында туберкулум антериус жақсы дамыған. Оны тиісінше кейде туберкулум каротикум деп атайды. Ұйқылық төмпек. Не үшін? Себебі ұйқы артериясы өтеді. Артерия каротис сол ұйқы артериясын мысалға қанданған кезде, зақымданған кезде ұйқы артериясын осы бір төмпекке басып тұру үшін, сол үшін ол жерді біз туберкулум каротикум деп атайды. 6-шы мойын омыртқасындағы ерекшелік сол. Түсінікті ме? Сонымен қатар денесінде онкустардың болуы, ілмектердің болуы. Мен сол ілмектерден ұстап тұрмын. Басқа. Енді қарасаңыздар денелері шамалы кішігірім орналасқан. Енді атипикалық омыртқаға келетін болсақ, негізі атипикалық бізде мойын омыртқасының ішінде үшеу болады. Соның біріншісі ол бізде атлас, немесе атлант деп аталынады. Бірінші мойын омыртқасы. Қарап тұрсаңыздар, денесі жоқ. Денесі мүлде жоқ. Бұл осыған байланысты екі доғадан құралады. Алдыңғы доға аркус антериор және артқы доға аркус постериор. Бұл екі доға бір-бірімен бірігу арқылы омыртқалық тесікті құрайды. Foramen vertebralis. Сонымен қатар қарасаңыздар, енді өсінділері де жоқ, денесі де жоқ. Денесін бізде екі аркустың бір-бірімен байланысқан жерінде масса латералистер, латеральды массалар құрайды. Тиісінше оның жоғарғы үсті бізде процессус емес, фацес артикуляris superior, себебі шүйде сүйектің айдаршықтық өсіндісі келіп орнығады осы жерде, және оның астыңғы жағында бізде facies articularis posterior, төменгі буындық бет орналасқан. Түсінікті ме? Енді тағы да жанында әрине көлденең өсінділері бар, көлденең өсіндісінің тесігі бар, foramina processus transversus, және де мынау бір артқы доға жақтан қарасаңыздар, бір жүлгені байқауға болады. Бұл жүлге бізде sulcus arteria vertebralis. Себебі жаңа айтып өттік, омыртқалық артерия келеді да, бірінші мойын омыртқасының осы бір жүлгесіне жатып, ары қарай foramen magnum арқылы бас сүйек қуысының ішіне кіретін болады. Сонымен қатар доғаларынан айтатын болсақ, доғаның алдыңғы жағында біз алдыңғы төмпекті көреміз, туберкулум антериус. Артқы жақта бізде процесс спинозустың бір рудиментарлы мүшесі болып кеткен туберкулум постериусты көруге болады. Және туберкулум антериустың ішкі жағынан қарасаңыздар, тағы бір тегіс аймақты байқауға болады. Бұл тегіс аймақ бізде fovea dentis деп аталынады. Яғни тіс шұңқыры. Не үшін тіс шұңқыры? Себебі екінші мойын омыртқасы бар, аксис. Аксистің бізде тістік өсіндісі келіп, осы бір жерге не істейді? Байланысады. Сонымен басты оң және сол жаққа бұруға қатысатын болады. Түсінікті ме? Сол себепті бұл жақ fovea dentis, тиісінше оның бетінде facies articularis орналасқан, яғни буындық бет орналасқан. Сонымен қатар негізгі осы, басқа айтатын нәрсе жоқ. Келесі бізде аксис, екінші мойын омыртқасы. Қарасаңыздар, ер тоқымға ұқсаған. Ерекшелігі неде? Ол тісінің шығуы. Тиісінше dens, оны apex dentis деген өзінің ұшы болатын болады. Оның алдында буындық беті болатын болады.
facies articularis dentis anterior және артқы жағында facies articularis dentis posterior дегенде буындық беті бар. Неге? Себебі осы жақта атланттың көлденең байламы келіп байланысады. Және қарасаңыздар, кәдімгідей типикалық омыртқаға ұқсас өзінің өсінділері бар. Қылқан тәрізді өсіндісі процесс трансверсус, көлденең өсіндісі процесс спинозус, және көлденең өсіндісі процесс трансверсус. Сонымен қатар жоғарғы буындық беті, бұл әлі өсінді емес бет деп аталынады, facies articularis superior және facies articularis inferior, incisura vertebralis superior, incisura vertebralis inferior, төменгі және жоғарғы омыртқалық тіліктері, foramen vertebralis және басқа нені айтуға болады. Бұл жақтан негізгі осы қалғандары типикалық омыртқаларға жатады. Келесі бір омыртқа, ол атипикалық деп атайды. Типикалыққа ұқсайды, бұл 7-ші мойын омыртқа. Бұның басты ерекшелігі неде? Басты ерекшелігі тек процесс спинозус. Қылқанды өсіндісінде жаңағы екі айыршаның болмауы бүтін болып кетеді. Себебі бұл шамалы уже мойын омыртқаларына жақын келгеннен кейін шамалы сүйірленіп шыға келеді. Бұл барлығыңызда білінеді. Егер де басыңызды иіп ұстасаңыз, осы бір анықтаушы омыртқаның қылқанды өсіндісін ұстайсыз. 7-ші мойын омыртқасы. Ол үшін бұны вертебра проминенс, яғни анықтаушы мойын омыртқасы деп атайтын болады. Келесі кезекте енді біз сіздермен кеуде омыртқасына қарай өтеміз. Кеуде омыртқасы бізде 12 кеуде омыртқасы бар. Негізгі омыртқа бағанасының ішіндегі ең ұзын бөлігі кеуде омыртқасы болып саналады. Жалпы омыртқа бағанасына байланысты адамның бойын бағалауға болады. Мысалға, ер кісілерде бұл 73-76 см көлемінде болса, әйел кісілерде 69-72 см көлемінде болады. Тиісінше, бұл да типикалық кеуде омыртқасы. Тура жаңағы айтып өткендей мойын омыртқасындағыдай типтерден тұрады. Ол ең бірінші бізде корпус вертебра, аркус вертебра, денесі, доғасы, пединкулюс аркус вертебра, доғасының аяқшалары, ламина аркус вертебра, табақшасы және тесігі форамен вертебра. Сонымен қатар 7 өсіндісі, қылқанды өсіндісін қарасаңыздар, кеуде омыртқаларында ол сүйір орналасқан, сүйір қарай орналасқан. Және де төмен қарай бағытталған. Келесі ол бізде процессус трансверсус, көлденең өсінділері, процессус articularis superior, процессус articularis inferior, incisura vertebralis superior, incisura vertebralis inferior деп аталынады. Сонымен қатар бұл жақта ерекшелігі неде? Ерекшелігі ол бізде денелеріндегі фовея касталистердің болуы. Денесінің аяқшасымен байланысқан жерінде жоғарғы және төменгі фовея касталис, фовея капитис касталис деген екі шұңқыршасы болады. Яғни, ол жерге не келеді? Қабырғаның басы келіп байланысатын жері болады. Негізі 2-ші мен 9-шы кеуде омыртқаларында, 2-ші мен 9-шы кеуде омыртқаларының фовея касталис, фовея капитис касталис superior, фовея капитис касталис inferior деген екі бұрышында шұңқыршалары болады. 2 мен 9-шы кеуде омыртқаларына дейін. Ал бірінші кеуде омыртқасында тек төменгі жағында ғана фовея капитис касталис inferior орналасқан, ал 10-шы кеуде омыртқасының тек жоғарғы жағында ғана фовея капитис касталис superior орналасқан болып саналады. Тағы да бір ерекшелігі, ол мынау көлденең өсінділерінде процесс трансверсустарында да қарасаңыздар, мына жақта да бір шұңқыршаны байқауға болады. Тиісінше бұл шұңқырша бізде фовея туберкулум касталис, яғни біздегі жаңа айтып өткен қабырғаның төмпегі келіп байланысатын жер. Төмпегі келіп осы бір шұңқырға байланысады. Тиісінше бұл бетте де буындық беттер орналасады, себебі бір-бірімен байланыс бар. Түсінікті ма? Негізгі ерекшелігі осында. Келесі біз сіздермен бел омыртқасына қарай кетеміз. Бел омыртқасын қарап тұрғандарыңыздай, бұл басқа омыртқаға қарағанда кеудесі, яғни денесі үлкен, массивті. Себебі көп күш белге кеп түседі. Көп масса белге кеп түседі. Сол үшін массивті болып саналады. Соған байланысты болу кәдімгідей типикалық омыртқадағыдай денесі, тесігі,
доғасының аяқшалары, доғасының табақшасы, сонымен қатар жеті өсіндісі болады. Енді қылқанды өсіндісін қарасаңыздар, доғал, тік бағытқа бағытталған процесс спинозусы, және де процесс трансверсусы ұзындау, және де процесс артикулярис superior, процесс артикулярис inferior, тиісінше жоғарғы омыртқалық тілік, төменгі омыртқалық тіліктер орналасқан, аяқшалары өте жақсы көрінеді. Және ерекшелігі неде? Омыртқа денесінің үлкен болуына байланысты негізгі өзіне тән ерекшелігі бар. Ол бізде мынау көлденең өсіндісінен тағы да ұзын қабырғалық өсінділердің болуы. Процессус касталис. Яғни бастапқы кезде бізде процесс трансверс басталып келеді да, ары қарай ол қабырғалық өсіндіге жалғасып кетеді. Процессус касталис. Сонымен қатар, мынау жоғарғы буындық өсіндінің арқа жағын қарасаңыздар, мынау негізге қолыңызға, бас бармағыңызға байқалынады. Бұл жақта бір емізік тәрізді өсіндіні көруге болады. Тиісінше ол солай аталады процессус мамилярис, емізік тәрізді өсінді. Ал мынау төменгі аяқша жағында, екі буындық өсіндінің арасында, төменгі аяқша жағында бір кішігірім ғана бір қосалқы қосымша өсіндіні көруге болады. Ол процессус аксессориус деп аталынады. Процессус аксессориус деп аталынады. Негізгі ерекшеліктері осыда. Түсінікті ма? Келесі, енді біз сіздермен сегіз көзді айтамыз. Сегіз көз, ол бізде омыртқа бағанасының құрамына кіретін тұтасып кеткен сүйек. Негізі 5-8 көз омыртқасының бірігу нәтижесінде пайда болған. Ол бізде жамбас астауының артқы қабырғасын құрауға қатысатын сүйек болып саналады. Тиісінше бұны 3 бөлікке бөліп қарастырамыз. Ол 8 көздің негізі базис оссис сакри, және 8 көздің ұшы апекс оссис сакрие, және латеральды жағы, латеральды беті дейміз ба, фацес латералис, латеральды беттермен ол бізде жамбас сүйегінің мықын сүйегімен байланысады. Енді тиісінше алдыңғы жағын біз айтып өттік, ол фацес интерна, ішкі беті, немесе фацес пельвика, жамбастық беті деп аталынады. Ал артқы жағы бізде фацес экстерна, немесе фацес тарсайс, артқы беті деп аталынады. Түсінікті ма? Енді біз тікелей жоғары жақтан қарайтын болсақ, базис оссис сакриден қарайтын болсақ, денесін көреміз. Бұл бізде бір 8 көз омыртқасының денесі, корпус вертебрасы, және де мына жақта қалып кеткен жоғарғы буындық өсіндісін көреміз, процессус артикулярис superior. Тиісінше мына жақта тағы да біз кішігірім тілігін көреміз, жоғарғы инцизура вертебралис superiorды көруге болады. Сонымен қатар ішке қарай шығып тұрған бір мүйісті байқауға болады. Көрдіңіздер ме? Мүйіс, ол бізде проmontorium деп аталынады. Проmontorium osis sacri, 8 көз сүйегінің мүйісі деп аталынады. Клиникалық маңызы өте жоғары жер болып саналады. Сонымен қатар бізде енді омыртқа аралық тесіктер дедік қой жаңа. Бұл жақта енді омыртқалық тесіктер бір-бірімен бірігу нәтижесінде тұтас бір сүйек болып кеткеннен кейін бұл бізде нені құрайды? Каналис osis sacri, яғни 8 көз сүйегінің өзегін құрауға қатысады. Ол ары қарай мына жақта апекс osis sacri, ол хиатусқа, бір саңылауға айналып кетеді. Саңылауға, оның саңылаудың екі жағын бізде корнус сакрали, 8 көздің мүйізі жауып орналасқан, қоршап орналасқан болып саналады. Енді сыртқы жағынан не көруге болады? Сыртқы жағынан мынандай бір қырдарды көруге болады. Бұл бізде crista sacralis mediana, яғни crista sacralis mediana алдыңғы ортаңғы 8 көзді қыр. Бұл бізде жаңағы қылқанды өсінділердің бір-бірінің бірігу нәтижесінде пайда болған қыр. Оның жанында бізде crista sacralia интермедиа, немесе crista sacralia medialis деп аталынады. Медиальды 8 көзді қыр, бұл бізде жоғарғы және төменгі буындық өсінділердің бірігу нәтижесінде пайда болған қыр. Ал одан латеральды жақта орналасқан бізде crista sacralia lateralis деп аталынады. Ол бізде көлденең өсінділердің бір-бірімен бірігу нәтижесінде пайда болған қырлары болып саналады. Тиісінше олардың арасында бізде не орналасқан? 4, мына жақта 4, мына жақта 4, жалпы 8. Осыған байланысты қазақ халқы 8 көз сүйегі деп атаған. Осындай бір нелерді қарастыруға болады. Негізі бұл эмбриологиялық даму барысында қабырға аралық кеңістіктердің бір рудименттері деп атаған. Ішіне қарасаңыз, бұл ары қарай негізі форамен интервертебралис деп айттық, омыртқа аралық тесіктердің жалғасы болып кетеді.
омыртқалық тесіктердің жалғасы болып саналады. Сыртқы жағынан негізгі осы, ал ішкі жағынан қарайтын болсаңыздар, ішкі жағы фациас пельвика, жамбас астауына қараған жағында бізде мынау омыртқа денелердің бір-бірімен біріккен жері көлденең өсінділерді құрастырады. Линия трансверса, көлденең сызықтар деп аталынады. Түсінікті ма? Және де мына жақта енді үлкен бір қанат сияқты бір құрылым бар. Ол бізде алия оссис сакри деп аталынады. Сегіз көз сүйегінің қанаты деп аталынады. Сонымен қатар мына жақта форамина сакралия интернус, ішкі сегіз көз тесіктері. Сонымен қатар фасциас латералисте бізде енді мына жерде құлақтық бет орналасқан. Шынымен де жамбас мықын сүйегін алатын болсақ, құлаққа ұқсаған бет бар. Фациас аурикулярис, оның іші бізде тубероситас оссис сакри, яғни сегіз көз сүйегінің бұдырмағына. Сол сүйекке келіп бізде ос илиумның, яғни мықын сүйегінің бұдырмағы келіп бекіп, бізде жамбас астауын тұтастай құруға қатысатын болады. Келесі кезекте ол бізде құйымшақ 3-4 қана құйымшақ омыртқаларынан құралған, тек қана 2 ғана мүйізі болады. Мүйізімен мынау сегіз көздің мүйізі, яғни корну коксиге мен корну сакралиямен бір-бірімен байланысып орналасқан. Бұл негізі тұтастай даму барысында тұтас сүйектеніп кеткен. Бірақтан да адам, әйел баласы босанған кезде осы бір сегіз көз артқа қарай 3-4 сантиметрге шалқаяды екен. Ойланыңыз, қандай ауырсыну сезімін береді. Яғни айтып жатады, адам босанған кезде 60-70 сүйектің қатарынан бірдей сынған кездегідей ауырсыну сезімін береді. Әлемдегі номер 1 ауырсыну. Сол үшін естиміз, қыздарды, біздің аналарымызды мәңгі бақи құрметтеп өтеміз деген сөз. Түсінікті ма? Келесі, енді біз сіздермен қабырғаларға келейік. Жалпы 12 жұп қабырға бар. Көрініп тұр ғой, Жалпы 12 жұп қабырға бар. 12 жұп қабырғаның ішінде 7 жұп қабырғаны қарасаңыздар, олар тікелей төспен байланысқан. Бұларды сол себепті де шынайы қабырғалар. Коста вера деп аталады, 1 мен 7 аралығы. Ал 8, 9, 10 жұп қабырғалар, олар бізде 7 жұп қабырғаның шеміршегіне келіп, одан кейін барып сегіз көзге дептім ғой жаңағы, неге төс сүйегіне кеп байланысады. Сол үшін оларды өтірік қабырғалар, коста спруя деп атаған. Және де тиісінше көріне ма, видеоға білмеймін, көрінбейді ма, бізде мына жақта 11-12 қабырғалар, бұлар бізде құрсақтық бұлшықеттермен ішіне еніп кеткен. Бұл бізде қозғалмалы қабырғалар коста флуктуантес деп аталынады. Коста флуктуантес, яғни қозғалмалы қабырғалар. Бұлар тікелей сегіз көзбен ешқандай байланыспайды. Немесе кейде оны жетім қабырғалар деп те атайды. Түсінікті ма? Негізгі бұл қабырғалар, қызықты факт, ол ненің сұлулықтың құрбандығы болып саналады. Біздің кейбір қыздарымыз осы бір қабырғаларды алып тастайды. Өкінішке орай. Келесі кезекте бізде қабырғалардың тиісінше сүйектік және шеміршектік бөліктері бар. Парс осса және парс картилаго деп аталынады. Тиісінше енді жеке бізде қабырға жоқ, бірақтан да негізгі типикалық бізде 11 қабырға, ал бір қабырғамыз атипикал, ол бізде бірінші қабырғамыз болып саналады. Не үшін бірінші қабырға атипикал? Себебі оның бізде ангулус коста, яғни бұрышы болмайды, қабырғалық бұрышы болмайды. Тиісінше бұның фациас супериор, фациас инфериор деген 2 ғана беті болады. Және де фациас супериорына қарасаңыз, яғни капут костасы, қабырға басы, колум косты, қабырға мойны, туберкулум косты, қабырға төмпегі болады, бірақ ангулусы болмайды, бұрышы болмайды. Және де жоғары жақтан бізде бір төмпекті қарай аламыз. Бұл бізде мускулус туберкулум мускули скалени антериор, яғни алдыңғы сатылы бұлшықеттің төмпешігі болып саналады. Неге? Себебі осы бұлшықет кеп бекиді осы жерге. Және оның екі жағында, алдыңғы жағында бізде сулкус вена субклявия орналасқан, және оның артқы жағында сулкус артерия субклявия, яғни вена бұғанасты артерия мен венаның жүлгесі орналасқан. Соның арғы жағында бізде шамалы, осының үстінде де аз ғана қатты білінбейді, туберкулум мускулус скалени медиус, ортаңғы сатылы бұлшықеттің де несі бар, кішігірім бұдырмағы бар, яғни төмпегі бар.
Түсінікті ма? Келесі кезекте бізде енді типикалық омыртқалар, қабырғалар, типикалық қабырғалары да бізде қабырға басынан, қабырға мойнынан, қабырға төмпегінен және қабырға бұрышынан ангулус косте және қабырға денесінен корпус костеден тұрады. Түсінікті ма? Корпус косте келеді да, ары қарай бұл экстремитас картилаги арқылы шеміршекке жалғасып кетеді, шеміршектік ұшы арқылы. Және қарасаңыздар, қабырғаның астын қарайтын болсаңыздар, бір жүргені байқайсыздар. Бұл жүрге бізде sulcus subcostalis, қабырға астылық жүрге деп атайды. Бұл жерде ван деген құрылым өтеді. Ван дегеніміз не? В. Вена subcostalis, А. Артерия subcostalis және Н бізде ол нервус subcostalis, яғни қабырға астылық вена, артерия, нервтер өтеді деген сөз. Қабырға астылық неврология бар ғой мысалға. Қабырға аралық неврология, адам қатты ауырсынған кезде, мысалы суық тиген кезде демаламай қалады. Демалудың өзі мүмкін болады, сол осы нервтердің ауырсынуы нәтижесінде болады. Түсінікті ма? Келесі кезекте бізде қабырғалар арасында қалған қуысқа біз қабырға аралық кеңістіктер деп атаймыз. Спатиум subcostalis деп атаймыз. Жалпы 11 жұп қабырға аралық кеңістіктеріміз бар болып саналады. Басқа қабырғалардан не айтуға болады? Енді жаңағы бастарымен бізде кеуделік омыртқаның денесіне және туберкулумдармен, яғни төмпешіктермен кеуделік омыртқаның көлденең осінің үстіне келіп жалғасады деген болатымыз. Келесі енді бізде ол төс сүйегі, соңғы тақырыбымыз, бүгінгі сабақтың төс сүйегі тұтастай бір сүйек, 3 бөлімнен тұрады. Төс сүйегінің тұтқасы манимуримстерни, және де төс сүйегінің денесі корпус осистерни, және семсер тәрізді өсіндісі процессус ксифайдеус. Хифайдеус емес, ксифайдеус деп аталынады, процесс ксифайдеус. Тиісінше бізде манимуримстерниге қарайтын болсақ, жоғарғы жағында бір тілікті көруге болады. Бұл бізде инцизура югулярис. Видеоға көрініп тұр ғой, инцизура югулярис, мойындырықтық тілік деп аталынады. Түсінікті ма? Және оның екі жағында бізде екі бұғананың экстремитас стерналисы келіп бекитін жері sulcus clavicularis бар, немесе инцизура. Тілік дегеніміз дұрыс, инцизура clavicularis. Яғни ортаңғы жақта бізде инцизура югулярис мойындырықтық тілік, ал екі латеральды жағында инцизура clavicularis бұғаналық тіліктері бар. Және осы манимуримстернидің жанында бізде бірінші қабырғаның келіп бекитін тілігі бар, ол бізде инцизура costalis prima деп аталынады. Одан кейін екінші төс тұтқасы мен төс денесінің арасында екеуі байланысқан жерде бір шығыңқы жерді көруге болады. Бұл бізде ангулус стерни деп аталынады, яғни төстік бұрыш деп аталынады. Түсінікті ма? Осы төстік бұрыштың екі шетінде бізде инцизура коста секунда, яғни екінші қабырғаның келіп бекитін тілігі бар. Екінші қабырғаның шеміршегін келіп бекитін тілігі бар. Ал денесінде толықтай линия трансверсияларды көруге болады. Сонымен қатар бізде алтыншы қабырғаның шеміршектерінің келіп бекитін нелері болады, тіліктері болады. Инцизура косталистері. Ал бізде мынау денесі мен семсер тәрізді өсіндісінің байланысқан жерінде жетінші қабырғаның келіп бекитін тілігі инцизура косталис болады. Ол тиісінше жетінші қабырға бізде 8, 9, 10-шы жаңағы өтірік қабырғалардан, жалған қабырғалардың шеміршектерін алып кеп, осы жерге келіп байланысады. Енді осыдан бізде толықтай не құрастырылады? Толықтай кеуде торы, кавитас торацика. Кавитас торацика, оның маңыздылығы неде? Сүйектердің негізгі қызметі, ол әрине қорғаныш. Неге? Себебі бұл жақта өмірлік маңызды жүрегіміз, өмірлік маңызды өкпелеріміз, қолқамыз деген сияқты өте маңызды ағзалар орналасқан, маңызды анатомиялық құрылымдар орналасқан, соларды қорғау мақсатында жүзеге асады. Сізінше оның жоғарғы жақ теріс қараған бөшкеге ұқсайды негізінен ересек ер адамдарда. Жоғарғы жағын біз жоғарғы кеуде торының тесігі апертура торацика супериор дейміз, ал астыңғы жағын біз төменгі кеуде торының тесігі апертура торацика инфериор деп атайтын боламыз. Жоғарғы жағында, алдыңғы жағынан бізде төс сүйегі тұтқасының инцизура югулярисімен, және де мына жақта бізде бірінші қабырғаның жоғарғы жиегімен, және артқы жағынан бізде бірінші кеуде омыртқа денесінің алдыңғы бетімен шектесетін болады. Ал төменгі жағында бізде толықтай 12-ші кеуде омыртқаның алдыңғы денесі, сонымен қатар бізде қабырғаларымыз, 12-ші, 11-ші қабырғаларымыздың бір-бірімен, яғни осылай сызық жасап келіп, және де мына жақта 10-ші қабырғаның шеміршектік бөліктері
яғни мына жетінші қабырғаға келіп байланысқан жері бізде ангулюс касталисті құрайды, немесе бұрыш, қабырғалық бұрышты құрайтын болады. Осы қабырғалық бұрыш және алдыңғы жақта бізде төстің семсер тәрізді өсіндісі толықтай апертура торацика инфериордың шекаралары болып саналады. Және бұл жақта толығымен бізде кеуде қуысы мен құрсақ қуысын бір-бірімен бөліп орналасқан, не орналасқан? Бізде көкет, диафрагма толықтай жауып орналасады. Негізгі осы. Рахмет. Мүшесінім.